Біз кейде енді бір жетістікке жетейін деп тұрғанда, немесе бір келісімшарт жасар кезде, я болмаса көптен күткен арманыңыз енді орындалуына бір қадам қалғанда, аяқ астынан іске аспай қалатын кездер болады. Біз үшін бұл бір түсініксіз жағдай. Содан басымыз қатып, неге бұлай болып кетті? Қолым жетіп тұрған арманым, мейлі ол жеке өміріңізге, мейлі ол жұмыс бабымен, мейлі ол кәсібіңізге байланысты болсын, не себепті алыстап кетті, не себепті орындалмады, не себепті іске аспады деп бас қатырамыз. Өмірімізде бір ерекше жетістікке жетсек, немесе белгілі бір жоспарыңыз болса, 3 күнге дейін жақындарыңызға, таныс-білістеріңізге, жалпы ешкімге айтпағаныңыз дұрыс. Олар сіздің жетістігіңізге қызғанышпен, көре алмаушылықпен қарайды деп ойлағандықтан емес. Ол ісіңіз іске аспас бұрын оның энергиясы нықтап, мығым қалыптаса алмайды. Тіпті ойлаған іс жоспарыңыз, арманыңыз орындалғаннан кейін де 3 күн бойы ешкімге айтпай тұрыңыз. Әбден аяққа нық тұрып, қалыптасып, бекігенше айтпаған дұрыс. Осылайша сіз оны сырт көзден, көре алмаушылық пен қызғаныштан қорғай аласыз.